Сәлем достар, бүгін сүзбелі пирогтың ең күшті рецептімен бөлісемін. Қамыры деген жұмсақ болып піседі, прям ауызда ериді. Ал енді жасауға кірісейік. Ұнға, ұн қопсытқыш, ванилин, тұз, жұмсақ сары майды қосып араластырып аламыз. Бірінші, одан кейін оған қант қосамыз, қаймақ қосамыз, одан кейін екі жұмыртқаның сарысын қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене қолға жабысса ештеңе етпейді, жайған кезде кішкене ұн сеуіп жайып жібересіздер. Қамырымызды салофан пакетке салып, кішкене холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасына сүзбе, оған қант қосамыз, аздап ванилин. Болды, оны миксермен немесе блендермен араластырып аламыз. Сүзбелеріңіз қатты сулы болмағанын қадағалаңыздар. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Біреуі кішірек, біреуі үлкенірек болу керек. Кішірегі бетіне кетеді. Үлкенірек қамырымызды құтамен жайып, оны формамызға орналастырамыз. Бортиктары шығып тұру керек кішкене. Ол жаңағы сүзбеміз ағып кетпес үшін. Ал қалған екінші бөлігін жайып, оны ұзыншақ бөліктерге бөліп шығамыз, кесіп аламыз. Енді салмамызды салып, қамырымызға оны тегістеп, бетінен шаншқымен қадап шығамыз. Ол ортасы томпайып көтеріп кетпес үшін керек. Ал енді бетіне жаңағы кесіп алған ұзыншақ қамырларымызды орналастырамыз. Мен бірінші диагональ бойынша орналастырдым. Келесі оның үстіне тағы да қарама-қарсы бағытта қойып шығамын. Бұл қамырымыздың бетіне екі жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жылтырап, әдемі болып көрініп тұру үшін. Пирогымызды 200 градус пеште ең бірінші пештің астына қойып 20 минут пісіреміз. 20 минуттан кейін оны жоғарғысына немесе ортасына ауыстырып, тағы бір 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Болды, пирогымыз дайын. Ас болсын.